Райымбек батыр небәрі 17 жаста еді. Бірақ оның жанарында от, жүрегінде қайтпас қайсарлық бар болатын. Таң енді атып келе жатқанда ол Аңырақай даласына қарап тұрды. Алда жоңғарлар, артында туған елі. Бұл шайқас оның тағдырын, елінің болашағын шешетін сәт екенін жақсы түсінді. Жоңғарлар қалың қолмен жақындап келе жатқанда, қазақ сарбаздарының арасында күдік пайда болды. Бірақ Райымбек, жасы небәрі 17-де болғанына қарамастан, найзасын ұстап, алға қадам басты. «Мені тыңдаңдар», деп үн қатты ол. Даусында ешқандай діріл байқалмады. «Бұл шайқас біздің жеңісімізбен аяқталады, бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек. Жанымыз қиылса да еліміз егемен болып қалуы керек». Осы сөздерді естігенде сарбаздардың жүрегіне от жаққандай болды. Жоңғарлар саны көп, бірақ қазақтардың ерік жігері мықты еді. Райымбек батырдың бұл сөздері оларды бірден шайқасқа дайындап, еңселерін тіктеді. Шайқас басталды. Жоңғарлар тегеурінді шабуыл жасап, қазақтардың қатарын ығыстыра бастаған сәтте, жоңғар қолбасшысы Райымбекке қарап, жеке шығуға батылың жетсе, шық, деп айқайлады. Жас батыр мұндайды күтпеген еді, бірақ дәл сол сәтте ол жауға қарсы жалғыз шығып, найзасын жаудың қолбасшысына бағыттады. Көздеріне қорқыныш білінбеген жоңғарлар Райымбектің бұл батылдығын көріп, аздап шегінгендей болды. Райымбек батыр мен жоңғар қолбасшысының қылыштары жар-жұр етіп, бірінен соң бірі соғылып жатты. Бүкіл дала тыныштыққа оранып, тек қана қылыштың дауысы естілді. Райымбек батыр өзіне сенімді түрде соққыларды қайтарып жатқанда кеңтеттен өткір қылыш сүйекті майша тіліп өтіп жүрегін қақ бөліп жіберді. Жауын ұзынынан жерге құлатты. Бірақ бұл тек бастамасы ғана болатын. Жеңістің дәмін сезінген жас батыр жауға қарап, «Қорықпаңдар, біз оларды жеңеміз», деп сарбаздарға үн қатты. Осы кезде қазақ жасақтары Райымбектің басшылығымен тау шыңына көтеріліп, күтпеген шабуыл жасады. Жоңғарлар бұған дайын болмай шегіне бастады. Шайқас біткенде, қазақ даласы Райымбектің ерлігін әлі ұзақ уақыт есінде сақтайтын болды. Ол небәрі 17 жасында халықтың батырына айналды. Райымбектің бұл ерлігі елдің жүрегінде мәңгілікке қалды. Жеңіс сол күні қол жеткізілді, ал батырдың есімі тарихта алтын әріптермен жазылды.